Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге небәрі 5 минут уақытыңызды алатын, осындай керемет болып шығатын тортты жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге қалып, видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізге сгущенный молокомызды салып, араластырып бір шетке алып қоямыз. Кейін печеньелеріміздің ортасындағы кремін бөлек аламыз. Осымен біздің корждарымыз және пропиткамыз дайын. Енді кремді дайындаймыз. Салқын творожный сырымызды және де жаңағы печеньелеріміздің ортасындағы кремін саламыз. Екеуін жақсылап бір келкі қылып миксерлейміз. Кейін салқын кілегейімізді құйып, жақсылап бір келкі қылып қою болғанша миксерлейміз. Дайын болған кремімізді бір реттік мешокқа салып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Дәл видеодағыдай бірінші печеньелерімізді пропитка қылып, яғни осындай печеньелерімізді үстімізге салып алып, тарелкамызға қойып шығамыз. Міне достар, біздің тортымыз жеңіл әрі оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген жеңіл оңай жасалынатын, қарапайым ингредиенттермен жасалынатын рецепттермен бөлісемін. Мен бетіне әсемдік ретінде шоколадпен және де осындай маршмеллоуды қолдандым. Достар, егер бір түн тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, корждары одан да жұп-жұмсақ болып өте нәзік шығады. Міне достар, біздің 5 минуттық тортымыз дайын. Өздеріңіз көргендей керемет болып шығады, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоларым ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын. Сіздермен болған Мира. Достар, келесі видеомда қазіргі таңда хит болған бента торттың жеңіл әрі оңай жасалу жолын көрсетемін.